жағын, розың, халыққа баратын жағын. И много показного. Өзі негізінде бұл режиссер қойғаннан кейін оның концепциясы бар дейміз. Оның требованиясы бар, шешім бар дейміз. Соның барын күндіз көрде берудің қажеті жоқ. Оған бәрі сияды, 5 сағат. Бізде кейін кезде актерлар драматург болуға қатты бейімделе бастады. Себеп, сөзін өз сөзімен айта бере тұрмайды драматургтың жазма жазбады. Мысалы үшін сөйлерде мен сол спектакль 4-5 рет көрген шығар. Сөйлерде сол сөз ойнады. Мысалы үшін Ғазизаның шыққан санасында Ғазизаға сөз тимей қалды. Иә, сол арасынан керіп екі ойнағыны басып кетеді. Енді о жерде ана елінде тағдыр сөз болу керек қой. Ол да бейшара идеями үлкен дүние қойып жүрді. Жаңғыз актесімен сыйыса алмай, көшеде бөлісе алмай, мынандай құрған заңның тоспағында кеткен. Зритель қабылдайды, керемет жүреді, керемет қабылдайды. Кейбір мынау мысалы жаңадан енген адамдар, кеше өзі, жаңадан енген адамдарды көріп, олар өз орында спектакльдің жаңағы өзін күліп, өзін рахаттанып отыра береді, маған бәрібір. Бірақ сонда да әйткенмен де бір тәртіпті, мынау театр, академийский уровень, кейде қыза кеп, кішкене бір көктөбенің басына шығып кеткенде болып жатасыздар. Норма этики, норма поведения, оправдание на сцене, жить на сцене, органично жить, выполнять задание, это ваш кредо и ваш обязанность. Мысал үшін, кім ойнады дейік, сұраппай. Мен бұл актер оған қалай жүземде солай жүзе береді. Но жаңғы жүзбейді ғой, жаңғы статист деген болмайды. Сондықтан здесь надо, менің ана көп дежурный боламын деп, жексұрын болып тұтым-ау деп қойыладым. Тағы да бір сондай ыңғайсыз жағдайға тап болып тұрмын, өйткені режиссердің өзі көрді спектакль. Аяқ жағында ана бір зрительдер нарушение жасап, администрацияның орнына бұл кісі кіріп кетті. Ана жақтан біреулер қарсы алып отырғызып атты. Соның өзі де этически неправильно, я считаю. Есть же дежурные, есть же администрация, они должны работать в зале. Олар құдай болып отырады, былай. А директор жүгіріп жүріп обслуживает зрителей. Обслуживание зрителя стоит сегодня на грани вот такого немного ұяттылау жағдайлар болып жатады. Сондықтан сіздер қарақтарым, администрация, очень много вас сегодня. Пожалуйста, вникайте. Мен залдан көрсем деймін солар. За кулисам келіп басқарып кетіп, бұлай, давай сендерден кел, давай. Бір сұғын сөйлесем, бұтықы бір қолды салмаз, бір қолды мақай деді, бұл қажет жоқ. Театрда екі жыл бірдей жұмыс істеу. Алу үшін де емес, беру үшін де емес. Әртіске деген құрмет. Осыны қол деп атайсыз, мен мұнан айтып тұрғанмын. Сондықтан, я думаю, надо думать, некоторые товарищи. Қазір жаңадан келушілер, попытайтесь жить на сцене правдиво, как вас учили в академии. Попытайтесь жить современным методом существования актера на сцене. Қазір біз бірдеме жасап атқан сияқтымыз, әйтеуір істеп жатырмыз. Актердің ішінде өліп қалсақ деген термин болады. Режиссер умирает в актеры деген. Сонымен бәріміз қайтыс болып кетіп, режиссерлер, актерлар бравалап жүрсе күндей болдырады.